Сен жыладың жігітім. Көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын. Қайтпады деп жұртқа өткен жақсылығың. Сен жыладың. Бір қатты соққа алдым деп. Бақытсыз болып қалдым деп. Жарар. Өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға. Басыңдағы бөрік пе? Орамал ма? Көтер ғане басыңды. Қалай бұның? Мұз боп еріп кеткен бе барай бұның? Көтер ғане басыңды. Күніңді босқа өткізіп бедің. Тағдырың неге сұрайтты сараң? Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп? Асауды мінілмейді деп? Ақ көйлек кірлемейді деп? Қара ешкі мүжіген ағаш қайтадан гүлдемейді деп? Кім айтты саған? Кім айтты саған жұрттың бәрі мейірбан, арайлы деп? Жұрттың бәрі шындықты қалайды деп? Биікті ардақтайды, асылды қорлатпайды деп? Қиналып босқа алаңдадың ау, ойыңды шығар өріске. Өзіңе қайтшы ғаламда мынау, жеңудің бәрі жеңіс пе? Жігітке арман жеткізіп бе? Өз сорын өзі жеңбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес, ендеше. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.